Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз қол добы ойын тәсілі. Қол добы жылдамдықты күшті және тактикалық ойнауды талап ететін командалық спорт түрі болып табылады. Ойынның негізгі мақсаттары допты қарсылас қақпасына қолмен лақтырып гол соғу. Ойын тәсілдері ойыншылардың ойын барысында қолданатын техникалық және тактикалық іс-әрекеттің жиынтығы. Ойын тәсілдерін меңгерудің маңызы команданың ойын деңгейін көтереді және жеңіске жетуге деген мүмкіндік береді. Ойыншылардың негізгі позициялары және рөлдері. Бірінші қақпашы келетін болсақ, қақпашы қақпаны қорғайды, қарсыластың гол соғуына жол бермейді. Шеткі ойыншылары, яғни шабуылға қатысады, қақпаға жақын тұрып допты лақтырады. Сызықтық ойыншы қарсылас қорғанысын бұзуға тырысады, қақпа алдында позиция алады. Жартылай орталық ойыншылар шабуылды ұйымдастырады, қақпаға алыстан соққы жасайды. Қорғаушылар қарсыластың шабуылын тоқтатады, қақпа алдында қорғаныс шебін құрайды, және орталық ойыншылар ойынды басқарады, шабуыл бағыттарын анықтайды. Қол добына алаңның өлшемдеріне келетін болсақ, доп алаңның ұзындығы 40 метр болады, ені 20 метрден тұратын алаңда ойнайды. Алаң беті тегіс, тайғақ емес және қауіпсіз болуы керек. Қақпа екі қақпада алаңның ортасында әрбір артқы сызықтың бойында орналасады. Қақпаның биіктігі 2 метр, ені 3 метрден тұрады. 7 метрлік сызық, яғни әр қақпадан 7 метр қашықта орналасқан пенальти соғу үшін қолданылады. 7 метрлік сызық, яғни еркін лақтыру сызығы болады. Үзік сызықпен белгіленеді. Қақпадан 9 метр қашықтықта орналасқан. Қақпашы аймағы қақпа алаң алдындағы 6 метрлік аймақ, тек қана қақпашы ғана кіре алады мына жерде. Яғни одан артық ешкім кіре алмайды. Техникалық тәсілдер: допты ұстау, яғни допты сенімді ұстау, қателіктерді болдырмау, допты беру, допты командаларына дәл және жылдам беру, шабуылды дамыту. Допты алып жүру, жылдам қозғалыс, қарсыластан қашу және шабуылға шығу керек болып табылады. Алдамшы қозғалыстар, яғни қарсыласты шатастыру, бос аймақтарда өту және шабуылға мүмкіндік жасау. Соққылар, яғни қақпаға дәл және күшті соққылар жасау, гол соғу техникалық тәсілдері болып табылады. Шабуыл тәсілдеріне келетін болсақ, шабуыл тәсілдері бұл жылдам шабуыл, қарсылас қорғанысын орналаспай тұрып шабуылға шығу, гол соғу мүмкіндігін арттыру. Позициялық шабуыл, яғни қарсылас қорғанысын талдау, әлсіз тұстарын табу және шабуылды ұйымдастыру. Айқас шабуыл, яғни ойыншылардың орындарын ауыстыру арқылы қарсыластарды шатастыру, бос аймақтарға шығу. Топтық шабуыл, бірнеше ойыншының бірлескен әрекетіне арқылы шабуыл жасау, қарсылас қорғанысын бұзу. Жеке шабуыл, яғни ойыншының шеберлігін пайдаланып шабуыл жасау, қарсыласты алдап өту, шабуыл тәсілдері бар екен. Қорғаныс тәсілдеріне келетін болсақ, қорғаныс тәсілдері тура жаңа шабуыл тәсілдері сияқты бұларда қорғаныс тәсілдері де бөлінеді. Жеке қорғаныс. Жеке қорғаныс, яғни әр ойыншы қарсыластың белгілі бір ойыншыны қадағалайды, шабуылға жол бермейді. Келесі аймақтық қорғаныс. Ойыншылар белгілі бір аймақтарды қорғайды, қарсыластың шабуылын бағыттарын жабады. Келесі аралас қорғаныс, яғни жеке және аймақтық қорғаныс элементтерін біріктіріп қарсыласты шатастырады. Белсенді қорғаныс дегеніміз қарсыластың допты ұстауына жол бермеу, қателік жасауға мәжбүрлеу. Және соңғысы блок қою, яғни тосқауыл қою, қарсыластың қақпаға соққы жасауына кедергі келтіріп, допты қақпадан алыстату.
Ойын тәсілін таңдауға әсер ететін факторлар: команданың құрамы мен дайындық деңгейі, одан кейін ойынның өтетін орны, яғни өз алаңында немесе сырт алаңда, ойынның маңызы, яғни чемпионат болсын, кубок, жолдастық кездесу бар, яғни одан басқа да түрлері бар. Ойын барысындағы жағдайлар, яғни есеп, уақыт, ойыншылардың жағдайы, солардың барлығы әсер ететін факторлар болып табылады. Қорытындыға келетін болсақ, жалпы қолдау ойынындағы ойын тәсіл команданың табысқа жетелеуінің негізгі факторы. Ойын тәсілі ойыншылардың дайындығын, қарсыластың әлсіз тұстарын ескере отырып жасалады. Шабуыл, қорғаныс, аралас тәсілдер қолданылады. Әр ойыншы өз ролын жақсы білуі және командамен тығыз байланыста болуы тиіс. Ойын барысында тактиканы өзгерту, жылдам шешім қабылдау маңызды. Қазіргі заманғы қолдауында жылдамдық, күш, техникалық шеберлік және командалық рух басты рөл атқарады. Ойын тәсілін жетілдіру арқылы қолдауында жоғары нәтижелерге жетуге болады. Мысалы айтатын болсақ, басқа қазіргі таңда қолдауы, мысалы олимпиадалық ойындарда, әлем чемпионаттары барлығы жалпы өтіліп тұрады жарыстар. Тек қана ол кішігірім командалық ойын түрі емес, қазіргі таңда әлемге әйгілі бір спорт түрі десек те болады. Бүгінгі тақырыбымыз осы, жалпы волейболдың ойын тәсілі туралы. Назарларыңызға рахмет.